Түркістан облысы полиция департаментінің қызметкерлерімен мал ұрлығын анықтау және оның жолын кесу мақсатында Түркістан облысында жедел профилактикалық іс-шараларын жүйелі түрде жүргізуде. Жыл басынан бері полиция қызметкерлері мал ұрлығын кәсіп еткен 30-ға жуық адамды, оның ішінде 6 қылмыстық топты құрықтады. Олардың жартысынан көбі темір торға тоғытылып, 5 жылдан көп мерзім арқалады. Алайда қылмыстың басым бөлігі ұрланған малды жүк көлігімен алып кетіп отырған күдіктілерден бөлек, тасымалдаушылар және сатып алушылар да қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Облыс көлемінде жыл басынан 264 мал ұрланған болса, оның ішінде жылқы 104 бас, ірі қара 51 бас, ұсақ мал 109 бас. Ал иелеріне қайтарылғаны жалпы 204 бас немесе 77,3%-ды құрайды. Оның ішінде жылқы 65 бас, ірі қара 49 бас, ұсақ мал 90 бас. Қылмыстың бұл түрімен күресу басты жолға қойылған. Облысымызда түлік иелеріне түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, мал базарлары мен ет өнімдерін сататын орындары және мал сою цехтары үнемі тексерілуде. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мал ұрлығы үшін жауапкершілік күшейтілді. Түркістан облысында соңғы 5 жылда мал ұрлығы қылмысы азайып келеді. Мысалы, 2019 жылы 641 дерек, 2020 жылы 307, 2021 жылы 257, 2022 жылы 248, 2023 жылы 206 дерекке мал ұрлығы қылмысы азаюда. 2024 жылды департамент бастығының бұйрығымен профилактикалық жыл деп санап, нәтижесінде облыс көлемінде жыл басынан 46 дерек мал ұрлық қылмысы орын алып, былтырғы жылмен салыстырғанда мал ұрлығы 42 дерекке немесе 47,7%-ға кеміген.